Ал біз жалғастырамыз. Павлодардағы өткен ән кешінде егде жастағы адамды жекпе-жекке шақырып, халықты дүр сілкіндірген Төреғали осы ерсі қылығы үшін тағы бір мәрте жұрттан кешірім сұрады. Бұл оқиға ақындар айтысында болған. Бұның бәрі мен үшін үлкен сабақ болды. Бұлттан биік болсам да, ұлттан биік емес мағайын. Кем-кетігім болса, еркелігім деп, шалалығым болса, балалығым деп қабылдарсыздар. Кешірім сұраймын. Кешір қуған сәтсіздер өзі. Ұлттық өнерімізді ұлықтайтын ақындар айтысында ән салған Төреғали Керекуде өткен концерттегі келеңсіздік үшін тыңдарманнан тағы бір мәрте кешірім сұрады. Ал халық алдында қауқарсыз екенін ұққан ұлы дала баласына өнердегі аға буын ақыл кеңесін аяп жатқан жоқ. Мақтағанға қарай мені мақтап жатыр. Мен мақтанышқа тұралықпын деп бетімен кетуге тағы болмайды. Себебі бетімен кеткен күнде де халық бәрібір орнына қояды. Атақты ұстап тұру үшін имандылықта, сабырлықта, парасаттылықта, білімділікте, мықтылықта бәрі қажет. Соның бәрі бірлескен кезде ғана атақ өз орнында қалады. Егер оның біреуі кем болатын болса, атақ жерге екпет деп барып қалады. Кезінде Тоқтар мен Мейрамбек те 20 жасты жалындатып атап өткен. Тіпті дәл бүгінгі Төреғали сияқты Қоразбаевтың қос шәкірті де халықтың қошеметінен кенде болған емес. Сол сәтте атағымыз аспандап тұрса да, қарапайым Қарашаға деген құрметімізге сызат түсірмедік дейді Серіков. Жеке басым сақтанатын нәрсем елдің сөзінде қалмау. Бір жерде өзімнің осал тұсымды көрсетіп қоймау. Шамам жетсе тырысып бағып, жаным бір күйзеліске ұшырап ауырып тұрсам да, қиналып тұрсам да жымиып күлу жасандылық емес. Халықтың көңілін қалдырмауға тырысамын. Ұйқысын төпелетін жаным күйіп өртенетін ойын әлілей, сағым оған 25.